Сонда қалай ән саласың? Ішіңнен бе? Ішімнен де айтам, дауыстап та айтам. Әлгінде маған келіп тұратын қыз жайлы айттым ғой, жетім қыз. Мен саған ән үйретіп жүрмін. Қазірдің өзінде менен 4 ән үйреніп алды. Сенбейсіз бе? Қазір мен сізге... Лукерия бар күшін жинап дайындала бастады. Жартылай өлікке айналған қыздың ән салмақ болғаны мені қатты састырды. Оған бірдеңе айтам дегенше құлағыма нәзік, әдемі дауыс келе бастады. Оның артынан екінші, үшінші ән орындалды. Лукерия «Валузях» әнін айтып жатты. Ол бет-бейнесін өзгертпестен бір нүктеге тесіле шырқады. Айтып жеткізе алмай аяушылық сезім жүрегімді шымырлатып жіберді. «Жоқ, бұдан әрі айта алмайм», деді ол бір кезде. «Шамам жетер емес, сіз үшін қатты қуандым». Ол көзін жұмды. Оның нәзік мұздай қолының үстіне алақанымды тигіздім. Ол маған жалт қарады. Сосын қабағын төмен түсіріп көзін жұмды. Кірпіктері суланыпты. Мен қимылдамай үнсіз тұра бердім. «Қалай екен, деді ол бір кезде аяқ астынан күш жинап. Сосын көзін қатты ашып кірпігіндегі жасты түсіріп жібермекші болды. «Ятай, маған не болды? Көптен бері жылаған жоқ едім. Былтыр көктемде Вася Поляков келіп кеткенде осылай жылағам. Онымен әңгімелескен кезде ештеңе болған жоқ еді, ал ол кеткен соң көз жасым көл болды. Сонша жастың қайдан шығып жатқан Құдай білсін. Әсілі әйелдің көз жасы дайындырады ғой, мырза», деді Лукерия. «Орамалыңыз болса сүртіп жіберіңізші». Мен өтінішін орындадым. Орамалымды оған қалдырдым. Әдепкіде ол алғысы келмеп еді. Сосын әлсіз саусақтарымен ұстап алды да айырылмады. Көзім қараңғыға үйреніп, оның бет-жүзін анық көре бастадым. Оның сөлсіз бетінен қан жүгіргендей қызарған реңді байқадым. «Мырза, әлгінде менен ұйықтайсың ба деп сұрап едіңіз. Әрине ұйықтаймын. Бірақ сирек көзім ілінсе болды түс көрем. Түсімде денім сау, жап-жас сұлу боп жүрем. Өкініштісі, оянған кезде тура бір құрсауда жатқандай күй кешем. Бірде қызық түс көрдім, айтып берейін бе? Ал тыңдаңыз. Түсімде егістікте жүр екенмін. Айналамның бәрі пісіп тұрған бидай. Жанымда бір қызыл сары ит жүр, өзі қабаған. Мені қауып алмақшы. Қолымда орақ бар, мен сонымен бидайды оруым керек. Орайын десем, ит етегімнен тартып қолымды байлай берді. Оны қусам да соңымнан қалмай қойды. Кенет «Луша, Луша» деп біреудің шақырған дауысын естідім. Бұл Вася шығар деп ойладым. Жалт қарасам, Ғайса пайғамбар келе жатыр. Оның Ғайса екенін қалай таныдым десеңізші? Оны айта алмаймын. Сақалсыз, бойшаң, жап-жас әппақ киімде. Маған қолын созып, «Қорықпа, қарындасым, соңымнан ер. Сені Тәңір әлеміне әкетемін. Пейіште ән саласың», деді. Мен оның қолына жабысып алыппын. Әлгі ит аяғыма жабысып тырналай бастады. Біз көкке ұшып кеттік. Ғайса қанатын бүкіл аспанға жайып жіберді. Мен оның соңынан ілесіп келемін. Ит төменде қалып кетті. Кейін білдім, ит деп отырғаным дертім екен ғой. Ол осында қалу керек. Құдай дәргейіне оған орын жоқ. Лукерия 1 минуттай үндемей қалды. «Жақында тағы бір түс көрдім», деп жалғастырды ол. «Мүмкін ол түс емес, аян болар, анығын білмеймін. Тура осы жерде жатыр екенмін. Қасыма марқұм әке-шешем келіпті. Екеуі маған басын иеді, бірақ ештеңе айтпайды. Неге сонша бас игенін сұрадым. Мына дүниедегі ауыртпалықтың азабын шегіп, бізді содан құтқардың. Сен өз күнәларыңды жойып, енді бізді тазартып жатырсың. Сенің арқаңда о дүниедегі халіміз жақсы болып қалды», деді. Осыны айтты да олар тағы басын иді. Сосын жоқ боп кетті. Мен ұзаққа дейін көрген түсімнің рас өтірігіне күмәнданып жүрдім. Кейін бұл түсті діндар әкеге айттым. Ол кісі бұны аян емес, себебі аян деген рухани дәреже тапқан адамға ғана болады, деді. Тағы бірдеңе мынандай түс көрдім, деді Лукерия маған қарап. Менді тыңдап отырма дегенде сынап қарады. Мен жымиып басымды изедім. Ол сөзін жалғады. Бірде сапарға шығыппын, арқамда дорбам бар, басымда орамал, алысқа зияратқа бара жатыр екенмін. Жадымнан көп адамдар өтті. Олар да зияратқа сапар шегіпті. Бірақ неге екені түсініксіз, ықыласыз кетіп барады. Жүздері мұңды, бір-бірінен аумайды. Оларды бастап бір кісі жүр.
Үстіндегі шапаны қап-қара екен, жүзі суық, қатал. Бір кезде ол маған бұрылды. Менің жүрегім дір етіп: «Сіз кімсіз?» деп сұрадым. Ол: «Әзірейіл періштемін» деді. Мен қорқудың орнына қуанып жүрмін. Арасында Құдайға шүкірлік етіп жатырмын. «Лукерия, сен ренжіме, қазір сені әкете алмаймын. Сау бол» деді періште. Мен болсам: «Алып кетші мен, ағатай, әкетші» деп жылап жатырмын. Ол маған бұрылып бірдеңені түсіндіріп жатты. Ұққаным әлі дәм-тұзым таусылмапты. Сөзінің соңын түсінбей кеттім. Петровкадан кейін деді ме, сөйтіп жатып оянып кеттім. Осындай қызық түстер көрем. Лукерия жоғары қарап үндемей қалды да: «Бір жаманы, кейде апталап ұйықтай алмайтын әдетім бар. Былтыр бір әйел келіп маған дәрі беріп кеткен, 10 тамшыдан ішесің деді. Сол дәрі көп көмектесті. Соны ішсем жақсы ұйықтайтын едім. Ол дәрі таусылды» деді. Әсілі ол дәрі апиын болса керекті. Мен дәл сондай шиша тыстағы дәріні тауып беремін деп уәде еттім де: «Неткен сабырлысың» дедім таңсанып. «Ой, мырза», деді ол ұялып, «не айтып тұрсыз? Қайдағы сабыр? Сабырлы деп Аюп пайғамбарды мақтаңыз. 40 жыл бойы денесін құрт жесе де төзімін сындырмады. Бір оқымысты айтып беріп еді. Ертеде француздарды ағылшындар басып алады. Олар жұртты қинап өлтіріп жатыпты. Халық қанша күрессе де өздерін құтқара алмапты. Сол кезде араларына бір әулие қыз шығып, үстіне 2 пұт болатын сауыт киіпті. Жаумен соғысып бәрін теңіздің арғы бетіне қуып шығыпты. Сосын барып жұртына: енді міне өртеңдер, мен халқым азат болу үшін осылай ант еттім» депті. Сөйтіп қыз өртеніп кетеді. Ал халқы еркін өмір сүріпті. Міне ерлік деп осыны айт. Ал мені қойшы. Жанна д'Арк жайлы аңыздың халық арасында қаншалықты кең тарағанына таң қалдым. Сосын үнсіз қалдым да: «Сенің жасың нешеде?» деп сұрадым. 28, әлде 29 ба кейін? 30-ға жете қойған жоқпын. Ой, оны несін санайсыз? Сізге тағы бірдеңе айтайын. Лукерия бір кезде тоқтаусыз жөтеліп кетті. «Көп сөйлеп жатсың» деп ескертті мен. «Зиян шығар». «Иә, рас», деп ол зорға сыбырлап. «Әңгімеміз осымен бітсін. Біраз әңгіме айтып басын жібердім. Енді сіз кеткен соң үнсіз қалатын болдым. Армансыз бір әңгімелескенім осы болды». Даусынан қимастық сезімі білінді. Мен онымен қоштасып, уәде еткен дәрімді әкеп беремін деп пысықтадым. «Тағы да ойлан, басқа ештеңе керек емес пе?» деп сұрадым. «Ештеңе керек емес. Құдайға шүкір, бәріне ризамын», деді ол. Сосын бар күшін жинап, жалынғандай болып: «Мырза, мұндағы шаруалардың тұрмысы төмен. Сіз анаңызды көндіріңіз. Салық мөлшерін азайтса дұрыс болар еді. Шаруалардың меншігінде жер жоқ, табысы аз. Олар сіз үшін дұға жасар еді. Ал маған ешнәрсе керек емес, бәріне ризам». Мен өтінішін орындауға уәде еттім. Қоштасып, есік аузына жақындағанымда ол: «Есіңізде ме, мырза? Менің бұрымым қандай әдемі еді, тіземе түсетін еді ғой». Бірден кесе алмай ұзақ толғандым. Мына ауыр халімде оны қайдан тарап отырам. Сосын амалсыз кесіп тастадым. «Иә, кешіріңіз мырза, әрі қарай сөйлеуге шамам жоқ», деді. Сол күні хутор тұрғындарымен Лукерия жайлы әңгімелестім. Олар оны қайсар рух деп атайды екен. Себебі ол қаншама азап шексе де ешқашан ешкімге шағындамапты. Ешкімді мазаламаған. Өзі ештеңе сұрамайды, бірақ жұрттың бәріне риза. Рухы қайсар ғой, солай деген дұрыс болар, деді шаруалар. Бірнеше аптадан соң Лукерияның қайтыс болғанын естідім. Ажал оған Петровкадан соң келіпті. Жұрттың айтуынша қайтыс болар күні ол қоңырау үнін естіпті. Әсілі Алексеевкадан шіркеуге дейін кемі 5 шақырымнан ұзақ жол бар. Әрі мейрам емес, жай ғана күн болатын. Қоңырау қағылмайтын. Бірақ Лукерия қоңырау үнін шіркеуден емес, жоғарыдан естідім депті.